балаларыңыз бар, шәкірттеріңіз бар, олардың бойына кішкентай жастан құйсақ, ол бала қаржылық сауатты болып шығады. Бұрын мен өзім екінші мамандығым тарих, экономика, право. Қолдана білу, дидактикалық ойындар, мысалы, топтық жұмыстарда оны қолдану, цифрлық құралдарды қолдану арқылы сабаққа сондағы ақшамды жинап бірнешеуге жеткенде, даже мен өзім есімде кішкентай ұлыммен декретте отырған кезде ана копилкаға ақша жинап жүрген өзінде 20 теңге болса да, 10 теңге болса да, 300 теңге болса да ақша бар. Дүниетану пәні бар. Дүниетану пәнінде отбасының одан кейін ана не табыстар бар? Осы 4-ші сыныптың аяғында оны шығарған мақаласы. Әрі кітап оқиды, әрі экономикалық тұрғыда өзін сауаттандырады, және сол арқылы өзінің шығармашылығын дамытады. Бір одан кейін той не бар ғой тағы апта сайын туған күндер қыдырыстар. Даже баға кейде ресторанға кіре саламыз ғой, кафеге кіре саламыз. Бүгін жоспарлап келген жоқпын, бараяқ па, кеттік па? Қымбат ашағынан, ана кітаптың ішіне тақырып бар. Қарызан сенің қалдандағы 5000 теңгем бар, скажем так, та, мысалға мен бардымда алдабай... Мына дүниетануды қараш, сонда отбасы бюджет деген тақырып бар. Кеше 5-ші сабақ, 4-ші сабақ екен. Күшті екен ғой амынан. Бар ғой, бәрі бар ғой, бәрі бар. Бірінші класс оқиды. 3-ші класс. Ақша жинау тәсілдері. Жаңа айттым ғой, қандай тәсілдермен жинайтындарымыз. Может, сен басқаша қосасың. Квартплата, неотложный кредит, ипотека. Балаларға қосылды. Дәріхана. Былтыр жазып едім осы баланың. Дәріханаға бар. Салонный нелер бар ғой. Салон красоты бар. Тырнақ, шаш. 100 мыңға дейін кетеді ғой негізінде да. 100 мың ішінде. Кредит квартплата. Сәне қанша? 20 мың. Осы болса 20, частный болса 60-70 мың. Мынаны болғанда неге дайындалған? Алты қалтақ. Сөйлеуге, бөліп алып. Үшеуін біреуін. Жасылмен соны көптен сарыманда. Соған сөйлейсің ғой. Сары қалпаққа мынаны жаспайды ме? Пайдасы Пайдасы картплатын жазып картплатыдағы демаласың жазды. Астынан бастап жазады. Жазда демалуға болады. Балаша ұялып бересің де. Біз кезінде қыдырасың. интернеттің не включен жүрміз. Жаңа обеспеченный старость деген үш. Қарап олсаң, қашарлы пландар жүреді. Кәдімгі бала күнде. Сені 5-6 ай астайтындай ақша жинақтау керек. Екен адамды туралы көп керек. Сосын депозитке сақтау арқылы, сосын облигация, акция сатып алу арқылы сақтау болады. Енді қазіргі депозиттің проценті білесіздер, өте қазіргі Қазақстанның инфляциясы өте жоғары болып жатыр. Депозит сақтау қазір тиімсіз деп жатыр көбінесе. 14% деп жатыр ғой. 18 көтеріліп жатыр. Бірақ олар тиімсіз. Бірақ ақша ұстап қалып, ұстауға үнемдеуге ықпал етеді. Қызыл қалпақ, Қазір сәл айтайын. Ақша жинау үнемдеудің пайдасы. Жалпы әрбір үйге, әрбір адамға ақша жинауды, үнемдеуді бұл кәдімгі үлкен қажетті нәрсе ғой. Кез келген адамның қолынан ақша жинау да, оны үнемдеп салу да, кез келген адамның келмейді тіпті. Оған үлкен сауаттылық қажет. Сондықтан оның пайдасы өте зор. Егер үнемделген, апа айтқандай үнемделген ақшам болса, ол аяқ астынан ауырып, қандай да болмасын бір жол жүретін болса, немесе жаңағы дәріханадан саған дәрі керек болған жағдайда да, мысалы өзіңнің үнемделген ақшаңа сатып аласың. Аяқ астынан балаң үйленсе де, қызың тұрмысқа шығып жатса да, өзіңнің кез келген адамның жинағы болу керек деп ойлаймыз. ақшаны жинау мен үнемдеудің эмоциясы. Әрине ақша үнемдеген, ақша жинаған адамда эмоция әрине өте көтеріңкі болады, көңіл күйде жүреді, қуанып жүреді, мәз-мейрам болып, себебі ол ертеңгі күннен сенімді жүреді, себебі ақшасы бар, жинақты ауырып қалса да, тағы да басқа жағдай болса, жинаған ақшасы бар, ол адам үнемі көңілді жүреді, қуанышты күйде жүреді.
және көбірек қуанышты адамның денінде сау болады ғой. Ақшаны үнемдеу, жинауға идеялар. Жалпы ақша жинау тәсілдері өте көп, оған идея да көп. Тек қана желание болу керек адамда. Мысалы, депозитке, копилка, сейф, акция, облигация, жылжымайтын мүлік алып қойып, қазіргі таңда алтында қымбаттап жатыр, осы алтынға салуға адамдар аренда, прокат, кез келген үйді, көліктерді арендаға беріп те ақша жинауға болады деп ойлаймыз. Жақсы. Енді мынау қарақалпақ ақшаны жинау үнемдеудің жағымсыз жағы дейді. Енді жағымсыз жағы да бар ғой енді. Себебі ақша жинайтын адам, үнемдейтін адам ол басқа адамдарға ұнамайды. Мысалы, оны сараң деп айтады, ақша шығармайды деп әртүрлі әңгімелер айтады. Жағымсыз жағы бар. Және ол ақша жинау үшін ол үлкен төзімділік керек. Себебі кезінде адам төзімді бола алмайды. Және үнемі есептеп отыру керек барлық кіріс шығысын бәрі. Әрине жағымсыз жағы бар. Бірақ соңына дейін төзімді болып үнемді жүрген болса ақша жинау болады. Ақшаны жинау үнемдеуге қорытынды. Жалпы қорыта келе әрбір адамның ақшасы бар адам кез келген жерде оның сөзі де жүреді, оның жолы да болады, ақшасы бар адам. Ақша болмаса сені ешкім қонаққа да шақырмайды ғой. Бізге берілген тапсырма бүгінгі тақырыптың негізгі мазмұнына сәйкес жалпы бюджет қаржылай сауаттылыққа негізделген. Менің бұл бүгінгі сабақтан алған негізгі инсайтым мына мектеп жасындағы балалар үшін оқулықтарға осы қаржылай сауаттылық баланы жасынан қаржылай сауаттылыққа жаңағы баулу бойынша жақсы мәтіндер бар екен. Сондықтан енді бұл тек қана балалар үшін емес, біз үшін ақшаны үнемдеудің тиімді жолдары үшін жақсы мен тәжірибе алмастың болмаған кәдімгі үлкен көмек. Енді бізге берілген тапсырма, яғни 3 бағытта берілді. Бірінші отбасына келетін кірістер, одан кейін шығыстар, сондай-ақ 600 мың көлеміндегі отбасына келетін қаржыны бөлу. Мен енді бірінші кірістер бойынша айтып шығайын, алдында әріптесім жалғастырады. Жалпы біздің қазақстандық әрбір отбасы үшін барлығы болмауы мүмкін, әрбір отбасының өзіне келетін кіріс мөлшері бар. Енді мейлі ол мемлекеттік мекемеде жасасын, мейлі ол жеке секторда жасасын, барлығының бірінші табыс көзі бұл жалақы, яғни айлық әрезен алатын. Одан кейін әрбір мекеменің өзіне тән ерекшелік, мүмкін жылдық, мүмкін біреулер үшін әрбір мереке сайын берілетін сыйақылар. Одан кейін зейнет жасындағы азаматтар мен азаматшалар үшін бұл зейнетақы. Одан кейін студент балалары бар үшін шәкіртақы. Яғни мұнда да ол егерде мемлекеттік грантты жеңіп алған жағдайдағы олардың көлемі, ол да білім алушылардың білім деңгейіне байланысты тағайындалатын шәкіртақылар, немесе бұл жерде президенттік сыйақыларда болады, олардың мөлшері бұдан әлдеқайда қатыдан жоғары болады. Одан кейін мына көп балалы отбасыларға беретін жәрдемақылар, одан кейін инвалид балалары үшін берілетін жәрдемақылар және инвалид азаматтар үшін берілетін олардың деңгейіне байланысты, яғни жәрдемақылар. Содан кейін 4 баланың ақшасы, яғни көп балалы отбасыларға. Мұның ішінен тағы мысалға декреттік еңбек демалысында отырған аналар үшін 3 жасқа, 1 жас шағына дейін берілетін бір жолы бар, ай сайын берілетін. Одан кейін немесе қандай да болмасын берілетін қолдау үшін сыйлық ақшалар болуы мүмкін. Одан кейін жеке кәсіпкерлік, мысалға жеке ИП дейміз ғой, немесе кәсіпкер болсаң ТО немесе ИП-лар үшін. Содан кейін немесе депозитте ақшасын сақтап жүрген азаматтар мен азаматшалар үшін депозиттер ол ересек адамдар болуы мүмкін, жаңағы сабақ барысында айтылған балаға да ашылған ақыл келешек болуы мүмкін. Енді депозиттің де түрлері бар. Бұл жерде мысалға балаларға
нақты оқуына қарай берілетін ашылатын депозиттер де бар. Немесе мына соңғы депозит дегенде бізде білесіздер, жалпы Қазақстанда кәмелеттік жасқа жетпеген балалар үшін қазір біздің қазақстандық балаларға арналған арнайы шот бар ғой. Фонд болады. Бұл біздің жалпы қазақстандық отбасыларға келіп түсетін шығыстар енді көбінесе біз енді тамаққа жұмсаймыз ғой, негізгі бөлігін ақшаны. Одан кейін бізде ай сайын төлейтін квартплатамыз бар, қолданғанымызға байланысты. Сосын көпшілік жағдайда кредит, ипотека, сосын балалардың қосымша білім алу үшін төлейміз ақшаны. Балабақшаға төлейміз. Күнделікті 6 демалыс сайын той садақамыз, киім-кешек, бензин, газ, жол такси, оқу ақшасы, яғни ол студенттерге арналған, мына жерде қосымшаларға болса, содан кейін мына жерде 0012, 0024 рассрочка деген бар, кәсіпкерлік деген, туған күн, қыдырыс, кафе, дәріхана, сосын процедура, спа процедуралары, фастфуд, қонақ шақыру, саяхат, турлар, демалыс орындары, шипажай, ремонт. Енді бұлар жыл ішінде келуі мүмкін. Wi-Fi, страховка дейді. Осының барлығына біз келіп жатырған кірістеріміздің барлығын жұмсаймыз. кірістен асып бітті Енді бұл жерде бар ғой, шығыс деп қосар едім, қазіргі таңда не көп курстар бар. Мысалы, мұғалімдердің өзіндік білімін онлайн курстар да көп. Курстар, қандай ақша сізге шығын шықты, қандай қалды, соны көрсету керек бізге. Біз қалған емес, қалған. қазір есептеп Неше мың бөлгендер? Расходшыларында 600 мыңды алды. Біз тамаққа айына 2 рет барамыз. 50 мыңнан. Динаға, любой ағыларға десек, үйдің продуктысында ашылып барады. Оның ішіне ет кірмейді. Етті біз 2 айда бір рет аламыз. Мысалы, мен өзім 2 айда бір рет аламын. 2 айда бір рет алғанда бір айға есептегенде 25 есептейміз. Сосын мысалы сайтке 20 мың төлейміз. Частный болса 45-50 мың болады. Қосымша, баланың қосымшасы 35 мың. Ол 2 қосымша қатысып 35 мың. Бірақ бұл 1 бала болса, 2 бала болса, ол 2 еселенеді. сол сен бір отбасы 2 бала дегенде есепте. 2 рет төлейміз 40 мың. Сосын квартплата бұл қазіргі кезде 25 шығып тұр, ертең қысқа қарай ол 35-40-қа барады. Үйдің интернеті 18 мың төлейміз ай сайын. Тариф менде мысалы соған 40 тұрмай жаңа кірмейтін. Сосын той садақаны біз 2 рет деп алдық, айына 2 рет, бірақ одан көп болып кететін сезондар болады. 100 мыңға дейін кетеді ғой. Енді 20 мыңнан 2 рет деп біз 40 мыңды жаздық. Дәрі дәрмек, киім дегендер қосылар бар. Қосқан жоқпыз, олар енді не отыр? қажеттілікке байланысты. Міндетті түрде кетеді ғой. Кетеді ғой. Мынау ай сайын кетіп тұрған заты, міндетті. Сосын қайталанатын ғой бұл ай сайын. көп қалдырғансыңдар ғой. Жоқ, Мына жартысы жазылған жоқ. сіздер асылып тастадыңыз мына жерде. Мысалға ет деген, сіз тек қана етпен отырмайсыз ғой. Сіз маған Бүгінгі сабақ бізге барлық мұғалімдерге бүкіл адамға қажетті сабақ болды, негізі керемет сабақ. Балалардың өміріне біздер деген ақша жинап үйретуіміз, қазірден бастауыштан біз айтамыз да, бірақ бастауышта қалып қояды. Енді тіптен дүниетану оқулығында бұл қаржы сауаттылығы туралы бар екенінде жоғарғы сынып жақта енді білмейді ғой, мысалы деймін. Бірақтан да қаржылай сауатты болу бұл кез келген адамға қажетті дүние. Бүгінгі сабақ өте керемет болды. Бұрынғы сауатсыз миларымызға кішкене бір капелька болса да әйтеуір бір ойлану бізге қажетті екеніне, кішкене болса да түрткі болды. Өте жақсы болды апай. Рахмет сізге көп. Аз, бірақ саз болды деп ойлаймын. Рахмет. Былай ғой, өмірді жақсы сүргің келсе, қаржылай сауатты болу керек. Ол үшін біз міне, даже мынандай кітапты бұл біз оқуымыз керек. Оқуымыз керек. Ал біреу не үшін адамдар оқымайды? Үнемі айтқан.
ертең оқимын да, Сол. уақытым жоқ, Уақыт жоқ. одан да басқа маңыз. Шын мәнінде біздің өміріміз ақша табу үшін кетіп жатыр. Ол біздің өміріміз да, ал жақсы өмір сүргің келсе, қандай сауатты болу керексіз. уақыттың өзін керекті нәрсеге жұмсау. Иә. Мысалға, Стив Джобстың өзі, Билл Гейтстің өзі, одан кейін ана кім бар ғой? Марк Цукербергтің өзі. Қазір әлемдік нені ұстап тұрған миллиардерлер ғой да. Солар Қандай жазып А, иә.